광고 신입기 진주 동진로 시청 사거리에서 분당광장 오가는길 어느새 준비되면 내년에는 Mana men keldim. Tushdim avtobusdan. Mana mынау mening zdaniyam. Осының 9 этажында оқимыз. Кореяда жүрген қыздар бұл районды жақсы біледі. Шанвонда тұрып жатқандан бар. Потому что мына жерде остановкада вигуктар, шетелдің азаматтары өте көп. Мінген кезде орыстарды көре берем, орыстарды в основном. Осы 9 этажда курс бар, бариста и чекпа чапаң деген. Бір жағдайды айтып берейін, автобуста жаңа қазір түстім да, мен түспедім, жаңа мінген кезде автобусға бір үлкен кісі дәл алдыма тұрып алды да, орын беріп жатсам қуанып қалды да, қуанғандай рахмет деп. Ондай жағдай уже менде бірнеше рет болды Кореяда, өйткені Кореяның жастары в основном автобуста орын бермейді. Хоть Кореяда автобустың орындары барлығы белгіленген, үлкен кісілерге арналған деп дәл алдында тұратын орындықтардың барлығын еще цветпен қойып қойғанда, розовый, сары қылып сол орындарға отырмайды. Отырмау керек на самом деле жастар, если үлкен кісілер болса, орын беру керек та. В основном бұл жерде бермейді солай орында. И үлкен кісілер таңғалады да, мен орын берсем, кәдімгідей қуанып, то таңғалып, рахмет деп, кәдімгідей рахметін айтып. 안녕하세요. кондитерский апай келіпті. Хагуаның ішіндегі техникаларды сіздерге түсіріп жатырмын. Мынау духовка, біз осы жерде пісіреміз. Және де мынау парылка, кажется, это тесталарды жылтады, дрожжевой тесталарды, холодильник. Потом мына курстың іші, выпечка пісіретін отдел, комната. Өзіміз барлығын жасаймыз, жинаймыз, мұғалім бізге айтып отырады. Барлығын жуып, тазалап кетеміз. Продуктылардың барлығын өздері береді. Некоторые холодильниктен аламыз. Вот ана жерде кладовка тұр. Барлығы аккуратно, ұнады өзіме қатты. Бүгін мен ерте келіп алдым, осы видеороликті түсіру үшін. Оқып жатқан күнім уже примерно бір айды болып қалды, енді тағы бір ай қалды. Қыздар кеш келіп жатыр. В основном кеш келеді қыздар, тура 5 минут қалған кезде. Оқырмандарым арасында көп сұрақтар келді. Бірінші сұрақ: не үшін кондитерский таңдадың, Қазақстанда оқи салмадың ба, или баристан оқымадың ба деген сияқты. Инстаграмда баристан оқыған қыздардың көбісін көріп алғанда, мен де сол баристан оқып копировать ету керек сияқты көре ма, білмеймін да, көп адамдар. Кондитерскийді таңдаған себебім просто маған нан пісірген ұнайды да, тамақ печеный торт пісірген маған ұнайды. Содан кейін мен осы курсты таңдадым. Менен центр сұраған кезде, қандай не оқығың келеді, саған не қызық деген кезде, потому что и маникюр, жаңағы нелер, маникюр, визажист, ондай нәрсе менің темам емес, өйткені мен ондайға вообще мүлде қызығушылығым жоқ. Содан кейін мен бәрі өзімді зорлап, соны оқи алмаймын.
Ал баристаның курсын құдай қаласа оқимын. Осыны бітіргеннен кейін тағы да уже корейскийімді жақсы деңгейге жеткізгеннен кейін барлық курстарды спокойно оқуға болады. Так что бұл нәрседен переживать етудің қажеті жоқ. 50 жасқа келсең де оқуға болады. Сол өзің кофе-шопыңды ашып деген сияқты да. Өйткені үлкен кісілер не үшін оқып жатыр десем, барлығы сол өздері бизнес ашады, ашқылар келеді, сол үшін осы курстарды оқып алып, кейін бизнестерін ашады. Және де екінші сұрақ, кондитерскийді оқу қанша деп сұрап жатсыздар. Жаңа баристаны оқу қанша? Кондитерский курстың ақшасы меніңкі 400 000 вон болып шықты. Мен 2 курс оқып жатқаннан кейін 400-700 000 вон болды. Оны государство өзі төлеп жатыр. Ол не только центрдегі адамдарға ғана арналмаған, в основном біз сияқты вегук адамдарға солай жаңағы әйелдердің несі бар ғой, помощь женщин, каджок центр деген. Сол центрде в основном сұрасаң ба, солай көмектеседі, сондай бесплатный курс беріледі. Өйткені мен подругамда карточка берілген, солай бір 2 миллиондай бар да ішінде, только курсқа арналған нелер. Сондай заявка жазып, мысалы сөйтіп беруге алуға болады. Қазақстанның курсыңыз құдай қаласа оқимын, Қазақстанға барғанда тағы оқып аламын. Экзамен айтпақшы, жұрттар уже экзамен оқу әлі біткен жоқ, но сонда да өздері барып экзамен тапсырып жатыр. Экзамен, оказывается, бұл жерде тапсырылмайды. Барлығы бір үлкен қалаға барып, университетке барып, сондай жерлерге барып экзамен тапсырады екенсің. Еще экзамен тапсыру үшін ақша төленеді. Жаңағы пісіргенімізді тағы пісіріп дайындау үшін 30 000 вон екен, ал просто тестовый экзамендер олар 10 000 вон ба, 12 000 вон ба, солай бөлінеді. Енді сұрап жатқан экзаменнен өте аласың ба, сол жұмысты жұмыс істеп кет, бүйт кетіп да. Сондай болса күшті болар, қуанатын едім. Бірақтан менде әлі слуховой именно тамақ пісіретінен корейский әлі не углублено дейма, білмеймін да онша. Пісіріп жатқан кезде уже дайындатқанда уже я понимаю, о чем разговор, не екенін, не айтатқанын. Кореянкалардың өздері жаңа экзамен тапсырып өтпей қалып жатқандар да болып жатыр мына жақта. Олар өтпегенде мен қайдан өтем деген ой жоқ енді, конечно. Буду стараться, конечно. Өйткені кітапты сатып алдық, біз уже кітап барлығын берді. Мен енді оны усердно оқып, кішкене дайындалып, сөйтіп экзамен тапсыру керекпін. Но подругам айту бойынша бір таныс қызы тоже корейскийді күшті біледі, сонда да өтпей қалды деп сөйтіп. Ол да мені бір қорқытты. Но мен өтсем де өтпесем де мне шыны керек, одан менде обида жоқ. Но просто біліп, потом, если возможно болса, арбайт ретінде осында кондитерский жақта жұмыс істегім келеді, на самом деле, тамақ пісіретін жерде. Өйткені маған өте қызық солай жұмыс жасаған. Және де курсты таңдаған себебім, оқып жатқан себебім, просто центрдегі целый день идесің да, понедельниктен бастап пятницаға дейін мен үйдемін, тек қана содан Ару-Арман садикке жіберем, кейін үйде отырам, сабақ оқып өзім просто. И мұғалім келеді 1-2 сағатқа, сол мұғалімдермен де, олармен де оқисың, оқымайсың, сондай онша ұнамайды олардың неткендері. Оқимын, я, қойшы жамандама қойыншы ешкімді. А так мен просто слуховой жаңағы нені Кореяда осы жерде жаңа жас қыздармен жүрдім да, бұлардың сөйлеп жатқан сөздері біз оқығандағыдай емес та, басқаша шығады дауыстары, парымдары. Просто соған практика керек болып тұр да бізге. Біз уже, мысалы, мен центрдегі уже мұғалімдерге привыкла, олардың қалай сөйлейтініне уже түсінетін болғам да. Мына жаққа келіп, бұлардың сөйлегендер сөздері кішкене басқаша естіледі да. Түсініп тұрсың не тема екен. Уже қазір уже бірнеше уақыт өткен кейін мен уже түсінетін болдым олардың не айтып жатқандарын. Деп таңғаламын, шыны керек. Жастар вообще сөзді жеп сөйлейді екен. Жұтып да барлығын. Бізді оқытып жатқан қыз жас қыз, өте жас, 25 жаста, мектептің қызы сияқты. Сонда сол 20 жастан оқып, жаңағы экзамен барлығын тапсырып, үлкен жетістікке жетіп, қазір мысалы қаншама адамдарды оқытып жатыр. Күшті здание вообще, очень аккуратно іші бәрі. Мынау отделда торт пісіреді. Біздің отделда только печеный и кекс, мексы и нан сондайлар пісіреді.
басқа отделда кофе пісіреді. Солай бөлінген, и жап-жас балдар, бір особенно бір бала бар, қыз құсап боянып алғанда, енді күшті жарасады анау балаға. Кей-поптың жігіттері сияқты. Хоть бала солай боянса да, бір анандай голубой сияқты көрінбейді да, әдемі болып көрінеді, модель құсап көрінеді. Бұрын бізге бір түрлі болып көрінеді, или мен көзім уже үйреніп қалды ма сондайға, уже мен басқа көзқараспен қараймын ба, соны білмедім. Ең қызы, кәрістер дрожжевой тесто жасаған кезде мұз салады. Мұз салып жасайды. Әдейі сіздерге түсірдім осы фрагментті. Қазір тестаны жасап болғаннан кейін осындай кигеге бірінші бір данге деген скоростьқа салады, потом 2-ге салады. Осылай қарап тұрамыз, қарап бірге жасаймыз. Кәрістің қыздары өзі қамырға онша былай, менімен бірге оқып келіп жатқан қыздар бар, бірінші рет қамыр ұстап жатқан сияқты жүреді. Оларға қарағанда мен, кажется, қамырмен больше дружу, чем они. Сол так нормально, только сол түсіндіріп жатқан кезде непонятка болып тұрамын да кішкене, потом уже делоға кірген кезде уже білгеннен кейін уже жасай аламын. Осылай барлығын жасап болғаннан кейін ыдысты өзіміз бірге жуамыз. Сол. 이런 식으로 삼각형 모양이 계속 유지가 되게끔 중간중간에 모양 잡아가면서 직사각형으로 밀어줄 거예요. 물 얇게 발라주시면 돼요. 아시겠죠? 제외하고 반으로 할 거예요. 반반. 접듯이 말아주는 거예요. 이렇게 말고 나면 얘를 그대로 테이프가 묻어있어서 이렇게 누른다고 눌러지지 않거든요. 그냥 안으로 이렇게 넣어가면 맞춰주고 1cm 잘라내고 잘리기 직전까지 자르고 한 번은 완전히 잘라줘요. 그래서 얘를 펼치면 이렇게 꼬이거든요. 트리플은 두 번을 잘리기 직전까지 고 마지막은 완전히 잘라줘. 요렇게. 아시겠죠? 네. 할게요. 이렇게 겹쳐지는 부분이 많은 것보다는 좀 더 확실하게 잘리기 직전까지 잘라서 많이 벌어지는 게 좀 더 예뻐요. 그리고 하트도 마찬가지 많이 벌어져야 되고요. 그리고 여기서 예쁜 거 없어요? 색깔은 아니요. 얘는 설탕계피가 많이 들어가서 원래 색이 좀 진하게 나는 편이에요. 쌤, 이거 예쁠 것 같아요.
너무 풀렸어요. 아, 어, 진짜요? 이렇게 동글동글하게 납작하게 있어야 돼요. 근데 좀 더 잘려서 벌어졌으면 좋았을 것 같아요. 그리고 색깔은 그렇게 진한 편은 아니고요. 괜찮은데 이렇게 색이 연한 것보다는 이 정도 색이 나는 게 더 좋아요. 챙기셔도 돼요.